Сәлем достар, пирог жасаймыз чайға. Өте тәтті жақсы көретіндерге арналады. Сливочный май 250 грамм бізде керек. Теркадан өткізіп аламыз. Морозильде қатып тұрған майды. Жұмсақ болмасын, қаттырақ болу керек. 200 грамм қант керек. 1 жұмыртқа. Бедная сгущенка, грецкий орех пен изюм керек. Бұны бедный жасаймыз начинкаға. Бірінші біз тестамызды жасап алайық. Тестаны жасап болған соң холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Жуып тазалап аламыз. Тестамызды осылай жаямыз. Негізі диаметрі 24-ке жасасаңыздар жақсы болады тесталарыңыз. Менде духовканың листі болғаннан кейін кішкене жұқарақ болды. 24-ке жасаңыздар қыздар.